Саламатсыз ба? Сіздермен бірге Тайон Нұрпейісов, Тест-ми каналы, және бүгін біз туындыға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені бізге f от x тен e-нің 2x дәрежесі бөлінген тангенс x функциясының туындысын табу керек. Есепті шығаруды неден бастаймыз? Алдымен бізге екі функция бар, бірақ ол бөлшекте болатын формула керек. Яғни, бізде мынандай формула бар, u бөлінген v, u мен v бізде қандай да бір функциялар, екеуінің бір-біріне қатынасын туындысы u штрих v минус v штрих u бөлінген v квадрат болады. Енді осы формуланы біздің есебімізге қатысты жазайық. Яғни, алымында бізде e-нің 2x дәрежесі, соның туындысы көбейтілген тангенс x. Алынған тангенс x функциясының туындысы көбейтілген e-нің 2x дәрежесі бөлінген тангенс квадрат x. Осылай болады. Енді бізге e-нің қандай да бір дәрежесінің туындысы формуласы керек. e-нің u дәрежесінің туындысы келесі формула бойынша анықталады. u штрих, яғни осы дәреженің туындысы көбейтілген e-нің u дәрежесі. Ал бізде u-нің орнына 2x, яғни 2x-тің туындысы 2-ке тең c көбейтілген x, осының туындысы сол санға тең, яғни 2x болғанда ол 2-ке тең болады. Яғни есептің шығаруын жалғастырсақ, бізде 2 көбейтілген e-нің 2x дәрежесі қалады. Көбейтілген тангенс x. Алынған, енді бізге тангенс x-тің туындысын табу керек. Тангенс, жалпы формуладағы тангенс u функцияның туындысы 1 бөлінген косинус квадрат u көбейтілген u-нің туындысы болады. Ал бізде u-нің орнына x болғандықтан 1 бөлінген косинус квадрат x көбейтілген x-тің туындысы. Ал мынау формула бойынша, егер 1 көбейту x-тің туындысы тең 1-ге болады. Яғни 1 бөлінген косинус квадрат x бізде қалады. Көбейтілген e-нің 2x дәрежесі. Және бөлімінде тангенс квадрат x. Енді осы көп мүшені қарастырсақ, осы екі мүше бізде тең. Яғни осы екі мүшені жақшаның сыртына шығарайық. Енді бізде жақшада 2 тангенс x алынған 1 бөлінген косинус квадрат x бөлінген тангенс квадрат x қалды. Енді осы көп мүшені түрлендіру үшін не істейік? Тангенс x-ті біз синус x бөлінген косинус x. Яғни, тригонометрия мынандай формула бар. Білмесеңіз, тангенс дегеніміз синус пен косинустың қатынасы. Енді ары қарай есепті шығаруды жалғастырайық. Яғни, e-нің 2x дәрежесі жақшаның ішінде 2 синус x бөлінген косинус x алынған 1 бөлінген косинус квадрат x болады. Ал бөлімінде тангенс квадрат x, яғни синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x болады. e-нің 2x дәрежесі көбейтілген. Енді осы жақшаның ішіндегі қалған екі мүшені ортақ бөлімге келтірейік. Яғни 2 синус x косинус x алынған 1 бөлінген косинус квадрат x қалады. Ал бөлімінде синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x. Енді бізге арифметикадан тағы да бір формула қажет болады. Ол екі бөлшектің бөлу жайындағы формула. a-ның b-ға қатынасы бөлінген c-ның d-ға қатынасы. Яғни ол бізде болады a көбейтілген d, 2 шереткі мүше, 2 мүше b көбейтілген c.
Ал бізде байқасаңыз косинус квадрат x ол b-ның орнында тұр, және косинус квадрат x d-ның орнында тұр. Яғни b мен d екі бірдей сан болады бізде, және біздің жағдайда олар қысқарып кетеді. Онда a мен c-ның бөлінгені қалады. Яғни ағай есепті шығаруды жалғастырайық. Бізде қалатынымыз e-ның 2x дәрежесі, мына бізде қысқарып кетеді. Көбейтілген 2 синус x косинус x алынған 1 бөлінген синус квадрат x. Және бізге тағы да бір формула қажет болады. Осы есепті шығару үшін, және жауап ең тиімді, ең ыңғайлы болу үшін. Ол келесі формула 2 синус x көбейтілген косинус x бізге синус 2x береді. Бұл тригонометриялық формула. Яғни осы формула білген соң осыны біз синус 2x-ке ауыстырамыз. Және аламыз біз e-ның 2x дәрежесі синус 2x алынған 1 бөлінген синус квадрат x. Ағарай ешқандай енді түрлендіру енгізу мүмкін емес. Яғни бізде осы алынған нәтижеміз есептің жауабы болады. Яғни бізде басында f от x функциясының, яғни e-ның 2x дәрежесі бөлінген тангенс x функциясының туындысын табу керек. Яғни біз шығару барысында осындай жауапқа келдік. Және осы жауап дұрыс болады. Осы есепті шығару нәтижесінде біз өте көп формула қолдандық. Ол екі функцияның бір-біріне қатынасының туындысы, e-ның n дәрежесі, u-ның дәрежесінің туындысы, тангенс u-ның туындысы, және арифметикалық формула екі бөлшектің бір-біріне қатынасы, және тригонометриялық формула екі еселенген бұрыштың синусының формуласы осындай болады. Ал сіздермен бірге болған Тайон Нұрпейісов, тест меганалы, және көп рахмет сізге.